Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз адамның информация қабылдау каналдары немесе түрлері. Бұл метод бойынша информация қабылдаудың үш түрі бар. Аудиал, визуал, кинестетик дейді. Аудиал деген сөйлеу арқылы қабылдайды адам информацияны, визуал деген көру арқылы қабылдайды, кинестетик деген сезіну арқылы қабылдайды. Біз осы системаны аумалы-төкпелі түрде пайдаланып отырамыз, бірақ адам табиғатында бір ведущий дейді, негізгі бір системасы болады, өзі сол типке жатады, былайша айтқанда, сол қабылдау типіне. Аудиал деген жаңағы сөз арқылы қабылдайды, көбінесе адам. Ондай адамдар өзі, егер тип аудиал адам болса, ол негізі қалай айыруға болады дейді, басын жоғарырақ ұстайды дейді, және сөйлегенде жаңағы қатты сөйлейді. Мысалы, аудиал адамдар қатты тез қазір мен айтқан сияқты, сондай адамдар аудиалға жатады. Визуал адамдар көзінің деңгейінде сөйлейді дейді, және картиналармен сөйлейді. Мысалы, көріп тұрмын, картинамен қабылдайды информацияны. Кинестетик адам басы сәл төмендеу болады дейді, кеудемен қабылдайды, сезіну арқылы қабылдайды. Олардың дауысы кеудеден шығатын дауыс дейді. Бізде бір сабақта қызық болды, бір мұғаліміміз айтады, еркек мұғалімді, мен дейді, бұл методты білмейінше әртүрлі жағдайларға тап болатын дейді. Кинестетик екенмін дейді. Кинестетик қалай сөйлейді? Ол кеудемен, бір сезіммен сөйлейді. Мысалы дейді, мен бір отельге кірем, гостиницаға дейді, келем, рецепшнге сосын айтам дейді, қарындас, сізде номер бар ма? Маған елдің бәрі маған бір жабай адам сияқты қарайды дейді. Түсініңіз ғой, қалай сөйлейтін? Бір сезіммен кеудеден сөйлейді. Ойларыңызға бір адамдар келіп отыр ма қазір? Шәңк етіп сөйлейтін аудиал, жаңағы сезіммен бір сізбен бір ойнағысы тұрған, ғашық болған адам сияқты сөйлейтін кинестетиктер ойыңызға келіп отыр ма? Комментарийға жазып қойсаңыз болады. Сонда бұл әдіснемелер ойыңызда қалады. Сондықтан адам өзінің мысалы кинестетик екенін мен білгеннен кейін дейді, мен өзімді жаңағы аудиал жағына шығаруға тырысам дейді. То есть кеудемен емес, тамақпен сөйлеймін, ауызбен сөйлеймін дейді. Бұл методты білуде маңызды. Оның маңыздылығы бұны енді манипулятивный техника дейді. Манипуляция ретінде пайдаланады. Мысалы, білетін кейбір адамдар саудада, сатуда пайдаланады. Мысалы, аудиал адамға дейді, көбірек информация беру керек, ол тыңдайды дейді информацияны. Визуал адамға көрсету керек дейді. Жаңағы немесе суреттеген кезде картина түрінде суреттеу керек дейді. Мысалы, үй сатушы адам дейді, риэлтор. Аудиалға ол көп информация береді. Ауызша айта береді барлық информацияны. Визуалға ол суреттеме ретінде береді. Мысалы, ол үй әдемі, жаңағы дизайнерский ремонт, материалдардан жасалған, көз алдыңызға елестетіңіз деген сияқты. Сонда ол адам үйді сатып алуға көбірек, жаңағы сатушаңыз көбірек дегендей. Енді кинестетикке қалай сату керек дейді. Оған ол үй жылы, жаңағы сіз ол жерде өзіңізді бір уютна жақсы сезінесіз, атмосферасы жақсы деген сияқты, жаңағы ауасы таза деп бір сезіну арқылы сатасыз дейді. Мысалы, жаңағы аудиалға мысалы бүйтіп айтуға болады дейді. Ол жерде құстар ән айтып жатады, самал жел соғып тұрады деп есту қабілеттері арқылы. Әрине біз айтқандай адам аумалы-төкпелі түрде пайдаланады. Ол бір ғана информацияны қабылдау системасы бізде жұмыс жасамайды. Барлық системалар жұмыс жасайды. Сондықтан адаммен тіл табысу барысында, жаңа келіссөздер барысында сіз адамның қай типке жататынын білсеңіз, сол тип арқылы информация берсеңіз, сіздің жетістікке, келіссөзде жетістікке жету шансыңыз көбейеді дейді. Сондықтан бұны және адаммен тіл табысуда дұрыс пайдалану керек. Енді бір адам болады, мысалы, информацияны картинамен ғана қабылдаса, мысалы, мен өзім таблица, диаграмма сондайларды жақсы көремін, мысалы, информациямен сол арқылы тезірек қабылдаймын. Бірақ мен білем, менде басқа сезім органдарды жаңағы жақсы жетілген. Мысалы, жолда келе жатқан кезде мен ютубты қосам да есту арқылы қабылдаймын информацияны. Сол сияқты әртүрлі системамен біз қабылдай береміз. Мысалы, мектепте балаларды егер біз сондай системаға бөлсек, аудиал, визуал, кинестетик деп,
мүмкін 3 топқа бөліп сабақ бергенде, әркімнің өзінің бір методымен бергенде, мүмкін бала сабақты жақсы игеретін беді. Кейбір аудиал балалар болады, айтады ғой, естігенін қағып алады дейді қазақта. Ол естігенін қағып алатын бала, иә. Оған картина айтпаса да ол қағып алады, иә. Ал бір адамда жаңағы визуал қатты дамыған болса, ол жаңағы айтқан нәрсенің көп нәрсесін қабылдай алмай қалады. Немесе сезім арқылы қабылдайтын адамға оған бір бөлек бір не болу керек, подход дейді, жаңағы бір бөлек бір әдіс болу керек. Енді бұны білгендіктен, мысалы, жаныңыздағы байқап көріңіз, жолдасыңыз, балаңыз көбінесе қай системаны, қабылдау системасын пайдаланады. Сол тұрғыдан сөйлеу арқылы көп нәрсені тезірек жеткізуге болады. Сондықтан бұл амалды пайдаланыңыздар. Мен YouTube парақшама жазылып, басқа да әдіс методтарды көрсеңіз болады. Барлық методтар адамның өмірін реттеуге, гармонияға, бақытқа келетін методтарды беріп жатырмын. Өміріңізде пайдаланыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен не үшін комментарий жазыңыздар деп айтып отырам. Адам бір нәрсені аяқтау керек, қорытындылау керек дейміз ғой, жаңағы сіздің комментарийіңізді, сіздің миыңызға мен осы сабақты нүктесін қойған сияқты боласыз да, бір аяқталу тәсілі, жаңағы тоут моделі сияқты шығу дейміз ғой, аяқтап шығу деп. Бұл меніңше видеодан кейін бір комментарий жақсы метод, немесе түсіндім, бір жерін түсінбедім деп жазсаңыз да, ол сіздің жаңағы бір нүкте қою сияқты, осыны игердім деген сияқты өзіңізге, миыңызға сондай сигнал бересіз. Мен көбінесе айтып жатқан методтарым мимен дұрыс жол салу, дұрыс жұмыс істеу методтары. Өміріңізде пайдаланыңыздар. Жақсы күндеріңіз көп болсын.